Баршаңызға сәлем, менің есімім Гүлбану. Мен сіздерге бүгін осындай домалақ бауырсақтың рецептімен бөліскім келеді. Ең бірінші бізге бір кесе жылы су, кішкентай қасықпен 1 қасық тұз, 3 қасық шекер және үлкен қасықпен, ас қасықпен 3 қасық ақ май қостым. Және ерігенше араластырып алып, үстіне ұн салдым, ұнның үстіне чайный ложкамен тұрыш салдым. Осылай илеп аласыздар, июі қанғанша, әдемі болғанша илеп алып, осылай бетін жауып қойсаңыздар болады. Қазір күн ыстық болғандықтан жарты сағаттың ішінде менікі көтеріліп қалды. Осы дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Мен өзім сол күйі жайып алдым. Енді өздеріңізге ыңғайлы болса 2 бөлікке, болмаса осы бір суаламен істесеңіздер болады. Негізі бауырсақтың қамырына сүт қоспаймын. Сүт қосқан кезде енді сүт қосып істейтіндер де бар, енді бірақ мен өзім сүт қосып істемеймін. Осы рецептпен жасаймын. Өте әдемі болып шығады, жұмсақ болып, өзіме ұнайды. Сіздерге де ұнайды деген үміттемін. Осылай шіле қалың емес, жұқа емес, орташа етіп жайып аласыздар. Не осылай. Жайып болған соң, менде осындай домалақ форма бар. Осындаймен жасадым. Сіздерде бұндай жоқ болса, бокалмен жасасаңыздар болады. Барлығын осылай жасап шықтым. Міне осылай жасап болған соң, қазір күн ыстық болғандықтан демде көтеріліп қалады. Бетін жауып қойсаңыздар. Міне осылай жауып қойсаңыздар, демде көтеріліп қалады. Бір 20 минуттың ішінде міне осылай әдемі болып көтерілді. Енді бұны қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Енді осындай таба барлық үйде бар шығар деп ойлаймын. Енді қара табам, бауырсақ пісіретін қара табам. Осылай 2 бетін қызартып пісіріп аламыз. Осымен біздің әдемі домалақ бауырсағымыз дайын. Мен заказға осылай жасаймын бауырсақтарды. Осы рецептпен жасаймын. Дәмі өте әдемі болған. Балаларыма да өте қатты ұнайды осы рецептпен жасаған. Егер менің видеом ұнаса, маған лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетсеңіздер, мен өте қатты қуанып қаламын. Барлықтарыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін көріп, тамашалағандарыңызға рахмет. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Бұдан кейін де әдемі рецепттер шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.